Мына қыз Анджелина Джолиге ұқсаймын деп түрін зомбиге ұқсатып алды. 50-ден астам пластикалық операциядан соң оның түрі осындай болып кеткен. Бұл ақпарат қаншалықты шын? Осы видеода толық айтып беремін. Баршаңа сәлем, менің атым Наурыз. Бүгінгі видеода ерекше немесе қорқынышты пластикалық операция жасаған адамдар туралы айтатын боламын. Видео басталмай тұрып лайк басып, мына подписаться кнопкасын басып жіберіңіз. Ал мен бастаймын. Мария Хосе Кристерна осындай түрін мынандай вампирге айналдырды. Толығымен пластикалық операция жасамаған, денесінің 90% татуировка, бетіне, қолына, денесіне көптеген пирсингтер, тері астына, әсіресе басына мүйіз ретінде импланттар, тістерін вампир секілді өзгерту, құлағын ердің хирургиялық өзгерту секілді операцияларға қатысқан. Соңғы мәліметтерге сай оның 4 баласы бар екен. Өз уақытында телешоулар оны жиі шақыратын. Деректі бағдарламалар, телешоулар. Себебі ол әлемдегі ең экстремалды боди модификацияланған әйелдердің бірі және көп көрермен жинауға көмектеседі. Бірақ неге олай жасады? Кез келген әйел заты нәзіктік пен әдемілікті қалайды емес пе? Неге Мария осы жолды таңдады? Өзінің айтуынша, мұның барлығы бұрынғы некесінің кесірінен екен. Соның кесірінен психологиялық қысым көрген. Осыдан кейін травма алып, ажырасқан. Интернеттегі бар мәліметтер бойынша осы оқиға оның өмірімді қайта құрамын деген шешіміне әсер еткен. Және боди модификация, яғни денені модификациялау мәдениетіне қызыққандықтан осы жолды таңдапты. Бірақ мынаны түсінейік, қанша жерден ол қорқынышты көрінсе де, қанша үрейлі образға кіріп алса да, әйелдің аты әйел. Ол бәрібір 4 балақайдың анасы және нәзік жанды әйел. Ал егер оның бұл әрекеттері қателік болып саналса, ол қателік жасауға құқылы. Сахар Табар, шын есімі Фатеме Хишванд, Анджелина Джолиге ұқсау мақсатында 50-ден астам пластикалық операция жасаған және тым ауыр диетаның кесірінен 40 килограммға арықтап кеткен. 2017 жылдары бірнеше мың адам осы ақпаратқа сеніп қалған екен. 50-ден астам пластикалық операция деген ақпарат жалған. Шын мәнінде мұрнын және ерін аймағын косметикалық өзгерістерге ұшыратқан. Яғни көп бөлігі макияжбен жасалған. Сосын фотоларын фотошоп арқылы өзгертіп отырған. Ал операция болған ба болмаған ба белгісіз. Бірақ осы фотолары үшін Иран билігі оны 2019 жылы қоғамдық бұзақылық, қоғамдық моральға қарсы контент жүргізу және Instagram арқылы жастарды бұзатын контент тарату деген айыппен тұтқындайды. Интернетте осындай фотоларды жүктегені үшін оны тұтқындап түрмеге қамады. Бірақ шамамен бірнеше айдан 1 жылға жетпейтін уақыт ішінде ісі жеңілдетіліп босап шығады. Яғни бұл қыз шынайы өмірде құбыжық емес. Айтпақшы, біздің елде де интернет арқылы жалған ақпарат тарату, тіпті сондай ақпаратқа репост жасаған адамдар да жаза арқалайды. Сондықтан әр видеоны қарағанда сақ болыңыз. Хан Миоку. Бір кездері Хан Миоку қарапайым кореялық модель болған. Суреттеріне қарасаң, ешкімнен ерекшеленбейтін әдемі әйелді көресің. Бірақ уақыт өте келе ол пластикалық операция жасата бастайды. Алғашында бәрі қалыпты көрінген, бетін сәл әдемірек еткісі келген шығар. Алайда операциялар біртіндеп көбейе берді. Кейін дәрігерлердің өзі оған тоқтау керек екенін айта бастайды. Бірақ ол тоқтамады. Тіпті кейбір хирургтар оны қабылдаудан бас тартқан. Өйткені бетіне тым көп операция жасалған. Осыдан кейін жағдай тіпті қорқынышты бағытқа бұрылады. Интернетте тараған мәліметтер бойынша ол бастапқыда силикон инъекцияларын қолданған. Кейін ақша жетпей қалған кезде медициналық мақсатқа арналмаған өсімдік майларын алып бетіне уколмен еге бастаған. Бірте-бірте беті қатты ісінеді, табиғи пішіні жоғалады. Адамдар оны көшеде көргенде бұрылып қарайтын болған. Ал шындығында бұл жай ғана пластикалық операцияның сәтсіздігі емес. Кейін бұл оқиға оңтүстік Корея телебағдарламаларында көрсетілді. Дәрігерлер мен мамандар оның жағдайын зерттегенде көптеген адамдар операцияға психологиялық тәуелді болуы мүмкін деп айтқан екен. Бағдарламаны көрген адамдар ақша жинап көмектесті. Соның арқасында оған бірнеше қалпына келтіру мақсатындағы операциялар жасалды. Бірақ өкінішке орай, бұрынғы сұлу келбетін қайтадан қалыпқа келтіру мүмкін болмады. Хан Миокудың оқиғасы адамдарға бір нәрсені көрсетті. Кейде мәселе айнадағы бетте емес, кейде мәселе сіз өзіңізді қалай қабылдайтыныңызда.
Мысалы, кейбіреулер артқы камера мен алдыңғы камерадағы суреті екі түрлі болғандықтан өзін әдемі емеспін деп ойлайды. Бірақ олай емес. Сіздің бетіңіз сәл-сәл қисық болуы, бір көзіңіздің екінші көзіңізден төмен орналасуы, немесе көзіңіздің жақ сүйегіңіздің сәл қисық орналасуы табиғи құбылыс. Луис Падрон. Көп адамдар бала кезінде эльф туралы фильм көріп, ертегі кейіпкерлеріне қызығады. Ал Луис Падрон сол қызығушылықты өмір бойы сақтап қалған. Ол өзін адамнан гөрі қиял әлеміндегі кейіпкерге жақын сезінетінін айтқан екен. Сондықтан сырт келбетін де сондай бейнеге өзгерте бастайды. Жылдар бойы ол мұрнына, бет сүйектеріне, жақ сүйегіне және құлақтарына түрлі операция жасатады. Құлақтарының пішіні эльфтердің құлағына ұқсайтындай өзгертіледі. Терісін ағартуға арналған процедуралардан өтеді. Денесіндегі түктерді лазер арқылы жоқ қылып тастайды. Кейбір мәліметтер бойынша ол $10 мың жұмсаған. Суреттеріне қарағанда шынымен де ертегі кейіпкерлеріне ұқсап кететіндей әсер қалдырады, немесе әйел адам деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ маңызды нәрсе бар. Шындықты тура айтайық. Ал шындығында Луис өзін ешқашан эльфпін деп жариялаған жоқ. Ол өзін қиял әлеміндегі кейіпкерлерден шабыт алатын адам ретінде көрсеткен. Сұхбаттарында бала кезінде көп мазақ көргенін де айтқан. Кейбір журналистер оның өзгерістерін сол кезеңдермен байланыстырады. Яғни бұл өзгерістердің барлығына детская травманың әсерінен барған болуы мүмкін. Бұл жай ғана болжам. Ең қауіпті операциялардың бірі көзге жасалған екен. Операциядан кейін жарыққа сезімталдығы пайда болғаны туралы ақпараттар тараған. Джастин Джедлика. Әлемде 100-ден аса пластикалық процедура жасаған адамдар көп емес. Джастин Джедлика сол азғантай адамдардың бірі. Оны көбіне тірі кен қуыршағы деп атаған. Барбидің жігіті бар ғой. Жылдар бойы ол мұрнын, иегін, жақ сүйектерін, бет құрылымын өзгертті. Бірақ мұнымен тоқтамады. Кейін кеуде, иық және бұлшық ет аймақтарына арнайы импланттар салынды. Яғни спортзалға барып денесін шығарудың орнына жай ғана импланттар салған. Кейбір деректерде оның 150-ге жуық, ал кейбірінде 190-ға жуық процедурадан өткендігі айтылады. Осындай өзгерістер үшін ол $100 мың жұмсаған. Көп адам мұндай әрекетті түсіне бермейді. Неге бір адам өзін өзі қайта-қайта өзгерткісі келеді? Ал шындығында Джастин көптеген сұхбаттарында бұл өзгерістерді өнер ретінде қарайтынын айтқан. Ол өзін басқа адамға ұқсатуға тырысқан жоқ. Керісінше денесін өзі қалаған формаға келтіруді мақсат етті. Тіпті кейбір импланттардың дизайнын жасауға өзі де қатысқан екен. Сондықтан оның оқиғасы басқа кейіпкерлерден ерекшеленеді. Ол белгілі бір адамға айналуға тырысқан жоқ. Өзінің идеалды нұсқасын жасауға тырысқан. Алайда мұндай нәрсені романтизацияламаңыздар. Құдай берген дененің өзі де әдемі. Достар, осы немесе күнделікті өмірде бір өзгешелік жасаған адамды көріп қалып жатсаңыздар, біз біреудің өміріне араласуға құқығымыз жоқ екенін ұмытпаңыз. Жеке шекараны сақтаңыз. Бірақ өзіңіз мұндай жолға ешқашан түспеңіз. Себебі адам өз сұлулығына ешқашан көңілі толмай жүре беруі мүмкін. Бірақ өзінде барға шүкір етсе ғана ішкі тыныштықты табады. Мұрны ұнамайды, көзі ұнамайды деп жүре бергенше, көзі көрмейтін, дем ала алмайтын адамдарды бір қараңызшы. Сбор жинап, әр жерде сандалып жүр. Сізді де Құдай осылай сандалтып қоймағанына шүкір етіңіз. Бейбіт заманда, бейбіт өмірде тыныш өміріңізді сүріңіз. Жетістік тек түрмен ғана көрінбейді. Бай болуға тырысыңыз, білімді болуға тырысыңыз. Ал осы видео ұнаған болса, лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпа. Келесі видеоларда кездескенше. Каналға подписаться етіп кетші, по-братски.